жүрек тыныштығы. Өзі бай әрі тақуа бір мұсылман Европа елдерінің біріне емделу мақсатында сапар шегеді. Мұның бойынан діндарлықтың белгісін байқауға емдеуші дәрігер одан: "Мен сізбен бір мәселе жайында әңгімелескім келіп отыр. Өзіңіз білесіз, мен осы елдегі ең атақты дәрігерлердің бірімін. Атағым да абыройым маған көп дүние алып келді. Бүгінде бай адамдардың біріне айналдым. Әлемнің ең әдемі деген жерлерінің барлығын аралап шықтым. Өмірде көрмеген қызығым, таппаған рахатым қалмады. Тіпті кейбіреуі сіздің ұйықтасаңыз да түсіңізге кірмейтін болар. Бірақ олардың ешқайсысына қанағаттанған емеспін. Яғни ешқашан өзімді бақытты сезінбедім. Жүрегімде тыныштық жоқ. Көңілім құлазып, кейде өз-өзіме қол жұмсағым келеді. Қаншама атақты психологтармен кеңестім, пайда жоқ. Сіз де мен сияқты байсыз ғой. Мендегі сезім сізде де келтесе ме деп сұрайды. Сонда мұсылман кісі ағылшында оның сөзіне аңырып отырған қалады. Сосын бір Алланың жәрдемімен онымен қалай сөйлесу керек екенін пайымдап, оған сұрақтар қоя бастайды. Сіз құлағыңызды құрышын қандыру үшін не істейсіз? Музыка тыңдаймын. Ал мұрныңызбен рахаттану үшін не істейсіз? Хош иісті әтірлерді, гүлдерді иіскеймін. Көзіңіздің ләззаттандыру үшін не істейсіз? Әсем табиғатқа, сұлу әйелдерге қараймын. Ал енді құлағыңызды неге гүлдердің иісімен рахаттандырмайсыз? Көзіңізді неге музыкаға қарап демалдырмайсыз? Дәрігер күліп: "Ол мүмкін емес қой. Әр ағзаның өз рахаттанатын жолы бар емес па?" дейді. Енді әлгі сізді қинаған сезім мұрныңызда да, әлде құлағыңызда ма? Жоқ, ол кеудемде, жүрегімде. Ал жүрегіңізді қалай рахаттандырасыз? Дәрігер жауап бере алмай үнсіз қалады. Сонда мұсылман кісі: дененің әр мүшесі түрлі жолмен рахаттанады. Ал жүректің дауасы жаратушысына жақындау, яғни Құдайға құлшылық жасау. Жүректердің сығылудан құтылып, тыныштық тауып, бақыт сезіміне орануына сыры да осында деген екен. Осы қарапайым ғана диалог дәрігерді ислам жайлы ізденуге итермелейді. Осы ізденіс оның шынайы бақыттың табуына көмектеседі. Осындай жүректердің иесі ұлы Алла Тағаланың Алланы зікір етумен жүректер тыныштық таппай ма деген сөзіне таң қалмасқа шараң қалмайды.